Ассалаумалейкум, қалайсыздар? Шымкент қаласынан сөйлеп тұрмын. Шымкент төріндегі спорт мектептерінің бірі, нақтырақ айтқанда нөмірі 12-ші балалар мен жасөспірімдерге арналған осындай спорттық мекеме, және дәл осында табан тіреуім бекер емес. Бұнда бокстан 4 дүркін Азия чемпионы, жастар арасындағы әлем чемпионы Санжарәлі Бегалиев жаттығат. Бүкіл балалық шағы осы ауданда өтті, осында өсіп жетілді, және дәл осы мектепте шеберлік шыңдады, тәжірибе толыстырды. Соның арқасында қазір құрлықтық және әлемдік деңгейде небір биіктерді бағындырып жүр, және мамандар енді оның болашағынан да үлкен үміт күтіп отыр. Осы тұрғыда енді өзімнің де көпшіліктің де көкейінде жүрген сұрақтар бар, барлығын жинақтап арнайы осында келдім. Қазір Санжарәлімен жолығамыз, сұрақтарымызды қоямыз, жауабын аламыз, және жаттығудың да барысын көреміз, жиған тергеннің барлығын сіздерге ұсынамыз. Ендеше уақыттарыңызды алмай бастайық. Санжарәлі, көргенімізге қуаныштымыз. Шымкент төрінде өзіңіздің жаттығатын зал, жаңа зал, мен түсінгенім. Иә, новыйдан ашылған зал. Спорт комплекс салып берді. Новыйдан. Таиландтағы енді Азия чемпионаты өтті, басқасында болды. Қарбалас болды ғой жерде. Қазір қандай процесс? Иә, жарыстан кейін 2 күн демалдым мен үйде. Полный активный отдых десе болады. 2 күн ғана ма? 2 күн, иә, 2 күн демалдым. 3-ші күн уже ішіп жаттығуға шығып кеттім, жаттығуға кірісіп кеттім уже. Сразу кроссфитқа бардым. Бірінші тренировкам кроссфит болды, демалыстан кейін. И ертесі күні уже залға келдім, бокс залына. 2 күн аз емес пе демалуға? Нормально демалып алған сияқты болдым өзім. Кішкене тойлап деген жоқ па? Тойлап дегенде келгеннен кейін ертесі күні негіз қонақтар болды үйде. Туысқандар, бері келді, папаның достары деген сияқты. Ертесі күні уже тренировкаға шығып кеттім. Таиландты қорытындылап жүрейік. Қалай болды барысы, көңіліңнен шықты ма? Қандай қорытынды жасадың? Иә, негіз көңілімнен шықты. Просто 80 килоға ойнадым мен. Иә. 80 килоға сәл салмағым жетіп тұрды. Где-то 3 килодай ма, салмағым жетпей тұрды. Соған сәл финалдық жекпе-жекте күш соперниктерге қарағанда сәл азырақ болды менде. Бірақ оны алдап кеттім мен. Сол плюс маған. Ол қарсыласпен кездеспедің бүгінге дейін? Жоқ, қарсыласпен кездеспегем әлі. Бірінші рет кездестім. Сол Азия чемпионатының финалында. Жаңа қара айтып жатсың да, қарсылас мықты екенін біліп тұрсың. Қол аяғы ұзын, жаңағы күші де басымдау ғой, бәрібір жоғары салмақ болғасын. Бірақ неге сенімді болдың алтын алатыныңа? Жалпы байқаймын, жігіттердің арасында өте сенімді болдың, оның алдында сұхбат алған кезде де, былай кездескен кезде де. Ерекше настрой жасадым мен. Түнде де тактика қойып, өзім жатар кезде де ойланып жаттым, не істеймін, қалай істеймін деген сияқты. Психический атакамен, короче, андай сындыру керек болды. И 3-ші раунд сындырып алдым, 3-ші раунд. Бәрі ойдағыдай болды негізі. 1-ші раундтан бастап уже аяқта істедім мен, ары бері жүрдім, аяқта біраз алдадым. И сол 3-ші раундта ойлағандағыдай болды. Әдетте керісінше болатын еді ғой, өзбек жігіттері біздің жігіттердің ашуына тиіп, жаңағы эмоциясын шығарып, біздікілер бұны құлатам деп қатайып қалады ғой, андай. Тек қана ауыр соққыларға акцент жасап деп. Мына жерде керісінше жасап жүрді. Иә, өздерінің тактикасын өздері жасап жүрген. Және ол бірінші рет емес қой, үнемі осы өзбек боксшылармен шыққанда басым түсесің, иә? Жеңіп көрмеген. Жоқ, жеңіп көрмеген. Оның құпиясы неде? Құпиясы ерекше настрой, ең бастысы желание ғой рингте. Жаңа ағайың айтып отыр ғой, үнемі бала кезде Өзбекстанға барып әртүрлі деңгейдегі турнирлерге қатысатын едік деп. Оның да көмегі болды ма негізі? Иә, көмегі обязательно болады, ондай әртүрлі балдар болады, бокс жасатын, физиктар болады, технарлар болады, Өзбекстанның боксшылары. Солардың әртүрлі боксшылармен бокстасып көрдім. Солай үйрендім ғой, спарринг жасадым, иә. Постоянно спарринг жасайды едім. Бір барғанда 2-3 спарринг обязательно. Соның бәрі көмектесіп жатыр қазір, иә? Бәрі көмектеседі. Сосын шоу көрсеттің соңында. Андай ғой, судейский симпатия деген бар ғой. Енді қазір рингте судьяларға кім ұнайды, соған ұпай береді. Соған басып отыра береді. И 3-ші раунд сондай келді миыма. Істеу керек, короче. Болды, ана шашат болды. Момент болды ғой. Осы момент ұстап алдым ғой. Ана қолыңды көтергеннен кейін, айтпақшы, қолын көтеретінге сенімді болдың ба? Иә, сенімді болдым. Әйтпесе андай бар ғой, бәрібір бір бұрмалаушылықтар болып жатты ғой. Бәрібір бір кетіп қалмай ма деген бір күдік болған жоқ па демеші де? Негізі басында болды, сосын 3-ші раунд бүйтіп ойлап қоямын. 3-ші раунд полный әдемі жасап шықтым деп. Содан кейін өзім қолымды көтеріп тұрдым, андай жариялайтын кезде. И болды.
қолым көтерді сонымен. Ladies and gentlemen, the winner by split decision in the red corner, representing Kazakhstan, Sasha Ali Megalikev. Ол жігітті кейін көрдіңіздер ме, сөйлестіңіздер ме? Иә, көрдік. Бойдан кейін раздевалкада киім ауыстырып жатқанда қасына келіп, көңіл күйін сұрап, өзің бірінші қадам Иә, жасадың. өзім қадам жасадым, иә. Ол да нормально. Амандасып, жақсы, молодец, күшті бокс жасасың деп айтты. Мойындап. Тойлап жаттың ғой енді. 4 дүркін Азия чемпионы, енді бүкіл Қазақстан, біраз елдер көрді деп ойлаймын, миллиондаған жаңа қаралым болды ғой. Мен байқағаным осылай жасап, рингтің ішіне жасап жатсың да. Бақыт ағайға жақындадыңыз ғой енді бұрышқа. Серьезный болып қалды да сол кезде. Ағайдың көзқарасы қалай деймін ғой, ұрыса ма, қатал қарай ма? Жоқ, ұрыспайды. Енді ағайдың тоже айтқанын істеп тұрамыз арасында. Енді сол андай бір момент болды, ағайдың сәл айтқанын сәл істей алмай қалдым да. Сол кезде сәл андай ұрысып берді. Неғып істемейсің деген сияқты. Иә, содан кейін ағайдың айтқанын істеп, нормально. Бақыт ағайдың әдістемесі қалай екен негізі енді? Осы бірінші рет жұмыс жасадыңыздар, бір 2 айдай жұмыс жасадыңыздар мен білуімше. Иә, жақсы ағайдың тренировкада, мотивация деген сияқты. Жақсы береді, рингке шығар кезде жақсы мотивация беріп, настрой береді. Түнде анау бір бөлмеде ақылдасып жатсыздар ғой? Иә. Ол қандай процесс деймін ғой? Ол жиі бола ма ондай? Иә, ол жарыс, енді бірінші рет болды бізде. Жарыс кезінде бөлмеге жинап, шай ішіп, ағаймен әңгімелесіп, там кім финалға шықсақ, мен 5 бала шықты. Сол соперниктермен настрой жасадық соперниктерге. Жиналып алып, сен мынамен шығасың, мынандаймен шығасың. И андай өз бокстасқан боксшылардың видеоларын көрсетті, қалай бокс жасады, мынау қандай, қалай істейді деген сияқты. Осылар үйреніңдер деп, короче, настрой қойды бізге. Тактику как? Вот левша с левшой, тем более левша с левшой. Ертең, но вообще қолыңды мына жерде ұстауың керексің, мына жерде. Вообще мына жерде байлап, мына жерде ұстауың керексің. Ұрдың ба баң, мына жерге келу керек. Только его опустишь, мына жақтан залетит тебе. Мен қанша рет саған айтамын. Сосын байқағаным, жарыстан шығып қалған балалар бар ғой енді, іріктеу кезінде. Олар бірақ сіздермен күнде жаттығуға келеді, міндетті ма ол? Построениеге шығу, жаттығу жасау? Иә, построение обязательно. Бәріміз бір ұтылып қалсақ та бірімізге көмегіміз тиеді, обязательно көмектесу керек. Жақсы қолдады балдар. Тренировкада постоянно болып көмектесіп бізге финалистерге, спарринг қарсылас болды. Ондай жоқ қой, мен демалам, мен көңіл жоқ деген сияқты. Жоқ, ондай жоқ. Ұтылдым да болды. Ертесі күні тренировка, как положено, спарринг ойнайсың. Тағы қай бапкерлермен, бұған дейінгі бас бапкерлер болды? 4 дүркін енді Азияны алдың ғой сол кезде. Кімдер болды бас бапкер ол кездерде? Енді былтыр Мақсат Бақтыбазаров болды, Будвада әлем чемпионы болған кезде. Қай ағайлармен тағы жұмыс жасадың деймін ғой? Одан алдын молодежка кезінде Қайрат Сәтжанов ағайымызбен дайындалдық Азия чемпионатына. Тоже командалық бойынша бірінші орын алдық. Азия чемпионаты, Астанада өткен Азия чемпионаты, екінші орын өтті. И содан кейін Мақсат Бақтыбазаров ағаймен істедік. Әлем чемпионатына дайындалдық. Қайрат ағай қалай екен әдістемелер? Енді қазір ол кісі ересектердің бас бапкері болып жүр ғой? Қайрат ағай тоже мотивация береді, жақсы дайындайды. Рингке алып шығатын кезде, короче, тоже жақсы настрой беріп, көмектеседі. Одан кейін Санжар қараңыз, сіздер Будвада енді жалпы командалық есепте бірінші орын алып бір дүмпу болды енді. Елде қуанды. Сол кезде Төрехан, Сабырхан бір командада болдыңыздар, иә? Ол ересектерге тез бейімделді. Қазір ұлттық құрамада жүр. Сосын өзің ересектер арасында тез қосылып кеттің. Енді қазір жаңа шыны керек, өнер Сейілханды сұрап жатыр. Бізде мамандардан сұраймыз, олар әлі бейімделе алмай жатыр мына жасөспірімдерден ересекке ауысатын уақыт болады дейді. Кеше Бексұлтан Боранбек те көңілден шығып тағы мен ойлаймын бір сондай бір ауысатын бір процесс болып жатыр ма деп. Өзіңдегі құпия неде жаңағы, қалай тез настрой етіп алдың деймін ғой, үлкендерге қарай? Енді білмеймін мен, әлем чемпионатынан кейін ересектерге ауыстым мен сразу. Бірінші жарысым Сербияда өтті, рингке шықтым, күшім жетіп тұр ересектерде. Қарап қоям, істеуге болады деп, қосылып кеттім ғой өзім, білмеймін енді қалай қосылып кеттім, бірақ күшім жетіп тұрды. Ауыр болған жоқ па? Соққысы ауыр, кішкене тәжірибесі көп жігіттер ғой жерде? Жоқ, енді ауыр соққы тиген жоқ, маған соққылардан қашып чемпион болып кеттім. Соққы тез. Қалай, білмеймін өзім қалай не істеп кеттім, ересектерде
жақсы болды, қиын болған жоқ. Нормально. Адаптация болып кеттім, иә. Санжарәлі туған жері осы Шымкентте дүниеге келді. Мынау бұрын Сайран ауданы болды ма? Иә, Сайран ауданы. Қазір қалаға қосылып кетті. Балалық шақ бәрі осы жерде өтті. Иә, бәрі осы жерде өтті полный. Боксқа келуге ағаңыз ықпал етті. Иә. Ағамның артынан келдім боксқа, қызығып. Сосын әкеңіздің де ықпалы болды. Иә. Негізі залға әкелген әкеңіз деді ғой. Иә, әкем. Өзім кішкентай кезімде қызығатын едім боксқа, әкем де бокс қарайтын еді. Сол кезде боксқа апарың деп папа алып келді боксқа. Енді біз бейресми естіп жатамыз, Санжардың әкесі өте ықпалды адам екен дейді. Рас па? Енді бұрын папам жақсы жүрген бұрын. Жас кезінде. Иә, енді папа поддержка болды маған, папа постоянно поддержка береді. Қазір де солай ғой? Қазір де поддержка береді, иә, папам. Ең главный фанатым папам ғой. Папам, мама ғой үйдегі. Сосын енді ашығын айту керек, көп боксшыларды білеміз ғой, бірақ Санжарәліде бір материалдық қиындықтар жоқ дейді. Енді қатты тәуелді емес дейді да, бір жаңағы ақшаға немесе басқа да бір. Енді әр жақтан поддержка болып тұр. Шымкент бокс федерациясы, Қазақстан федерациясы. Жеткілікті дейсің бәрі? Иә, айлық береді. Енді өзіңде не мотивация сен қазір боксты күн сайын қарқынды күшейтіп жатсың ғой, соған қарамастан? Мотивация біздің мақсат, құдай қаласа, Олимпиада ойындары болып тұр. Ең басты мақсатымыз сол. Енді соған күннен күнге сайын жаттығу жасап жатырық осылай. Алда қойған целге жету үшін. Маған бокс қатты ұнайды. Тренировка болып айтам ғой, 2-3 күн тренировка істемесем уже сағынам, ішіп пісе бастайды. Темірлан өзінің әрекеті бар ғой, былай қылышын шығарып салып атады ғой. Рингте. Соны самурай деп айтады екен өзін. Самурай деп айтады, иә. Соңғы самураймын деген сияқты. Сенің әрекеттерің қалай аталады ғой, бір аты бар ма? Менің әрекетім жоқ, аты жоқ. Мен ана маңдай терін сүртесің, жеңіс тұғырына көтерілген кезде. Иә. Енді эмоционально өзі шығатын нәрсе ғой анау ше. Рингте бүйтіп қоясың, әртүрлі әрекет жасайсың, короче. Көрермендерге. Оны бір жерден аласыздар ма, әлде өзің ойдан шығарасың ба? Енді алатын жерлерім де бар, или өзім ойымнан шығатын да бар да. Маған андай боксшы ұнайды, британский боксер Бенджамин Уитекер деген. Содан алатын нәрселерімді аламын тоже. Стиліміз ұқсайды, сол екеуміз. Жалпы қай боксшыға еліктейсің, бар ма ондай? Иә, сол. Бокс стилі де, өмірде соны ұқсатып отырсыз ба? Иә. Шахмұрат Мүтәлівке жаңа маңдай түрткен кезде енді бокс федерациясының президенті барып марапаттады ғой. Кішкене диалогтар болды. Не деді деймін ғой, жалпы. Айтты маған, марапаттап жатқан кезде жақсы, молодец балам, енді ары қарай тоқтамау керек. Красавчиксің деп айтты маған. Молодец деп құшақтап қойды. Мотивация ғой ол да тоже. Енді президентіміз қолдап, не істеп тұрса. Одан кейін сөйлестіңіздер ме? Кездескен жоқ па командамен? Или оған дейін жалпы федерациямен құраманың арасында байланысқан деді ме? Иә, одан кейін кездесіп құттықтады ағай бізді. Тоқтамау керек, ары қарай алда жарыстар көп, дайындал, молодец деп қолдап кетті бәрімізді. Сөйлеп. Енді алда Қазақстан чемпионаты келатыр, иә? 75 келді өнер көрсесін. 70-ке түсіру қиын. 70-ке түсіру қиын. Сосын алдағы уақытта 80-ге икемделесің бе енді? Иә, келесі жылыма құдай қаласа уже 80-ге ауысам. Олимпийский салмаққа уже ауысу керек. 80-де Нұрбек Оралбай қазір нөмір 1-ші. Онымен жолығатын болсаңыздар қалай деймін ғой? Дайынсың ба? Сосын ол аға ғой, мен іні ғой деген бар ма? Ондай жоқ па әлде? Енді ондай бар, енді рингте енді соперник боласың ғой, по-любому. Рингте бокстасасың, рингте шыққаннан кейін ағаң болып жүре бересің ғой, по-любому. Енді дайындық айтатын болсақ, әлі уақыт бар. Дайындаламыз енді мықты. Жасау керек, дайындалу керек әлі ары қарай. Кеше Темірланмен сөйлесіп отырдық, Мұқатаев сол кезде қарындасын өте қатты жақсы көреді екен, үнемі айтып жүреді ғой, қарындасым және мотивация береді дейді. Мен соны есіме аламын, үнемі содан бір жігерленемін дейді. Сенде бір сондай бір бар ма, күш береді? Енді үйшілер ғой, үйдегілер. Отбасы ма? Отбасым маған не береді. Ең кенжесі болғаннан кейін сол үйдегілер бәрі мотивация береді. Ағам, 2 ағам бар, әпкем бар. Ата-анам өте жақсы мотивация болады маған. Соларды биіктікке көтеріп алып шықсам деген мақсат менде. Жеке бапкеріңіз туралы айтып беріңізші. Иә, енді өзім ағайыммен, Әлішер ағайымыз 2017-тен келдік боксқа. Сол кезден осы ағай қарайды маған. Осы ағаймен жаттығып, әңгімелесіп, сол постоянно тренировкаларда сонша нәрсені үйретті. Осы стиль боксамды осы ағай қойып берді маған.
осы ағайдың еңбегі бәрі қанша 8 жыл болайын деп жатыр осы ағаймен жүргеніме. Қиын кездерде қалай қолдайды? Ой, өте күшті қолдайды ағай, қиын кездерде көмектеді. Енді ұтылып қалған кездерім болған, сол кездерде тоже бәрі алда, ұрамыз әлі құдай қаласа дайындаламыз деп ағай жақсы қолдайды. Рингте айтқан 100% орындайсың ба әлде? Иә, ағай не айтады, орындаймын 100%. Әлде өзің импровизация жасап кететін кездер бар? Ағайдың айтқандары істеу керек қой обязательно. Ағайлар көрінеді рингте, не болып жатыр, қалай, не істесе тиеді деген сияқты. 100% естисің ба? Иә, 100% естимін бәрін рингте. Өйткені шум болып жатады, кей кезде болады андай жарыстар. Ағайларды иә тыңдап отырсам мен, ағайлар айтпаса өз мүмкін істеп тұрамын, ағайлар айтады, не айтады, соны істеуге тырысамын ғой. Басқа? Санжар Әліні қашан таптыңыз? Қай кезде кездестіңіз? Ол кездесу қалай болды? Санжар Әлін 2017 жыл ағасымен келген, әкесі алып келген. Боксқа әкесі қатты қызығатын еді, боксқа әкесі екеуін алып келген. Ағасымен осы Санжар Әлін алып келді? Ағасының аты кім? Наурыз Әлі. Наурыз Әлі мен Санжар Әлі келді сізге? Иә, 2017 жылы. Ол кезде Санжар 4-ші класста оқиды ма? Осы бала кезінден еңбекқор болған Санжар. Кішкене жарыстарға шығып, алып шығып жүретін едік. Тастамай боксын қатты қызығып. Суббота күндерде ағай келекті, тренировка келекті деп. Қазірде мысалы бүгін сенбі күні ғой. Демалыс жоқ па сіздерде? Демалыс жоқ. Келдік. Бастадық міне. Азиядан кейін 4-5 күн демалып алдық та. Положениені көрдік. Қазақстан қашан өтуші? Иә, қазан айында өтеді. 12-ші, 19-ші қазан Семей қаласында болады. Оған дайынсыздар, бұйырса? Құдай қаласа дайындалып жатырмыз. Салмақ 75 келі. 75-ке. Келесі жылдан енді көреміз 80-ге. Түпкі мақсат олимпиада ма сол? Иә, сол олимпиада. Талант па, еңбек па? Екеуі де бар, талант та бар, еңбекқор өзі. Айттым ғой, кішкене кезінде еңбекқор ол. Бокс өзі ізденеді, қарайды, ютубтардан қарайды. Өзіміздің ағаларын аламыз, стойкаларын, аналарын аламыз, Қазақстан сборныйда жүрген балалардан. Шетелдің боксерлардан көреміз. Ұнайтын, өтетін аламыз ғой сонан. Алда сол Қазақстан чемпионаты, одан кейін Азия чемпионаты бар, желтоқсанда. World Boxing ұйымының Азия чемпионатын жоспарлап жатыр екен. Ересектендік, иә. Оған да дайынсыздар ма, егер мүмкіндік беріліп жатса? Иә, құдай қаласа мүмкіндік берсе, жүкті аламыз мойынға. Тағы бір Азия чемпионатын алтын әкелуге болады дейсіз ғой. Алла бұйыртса, құдай қаласа. Санжар Әлін сосын көп талқылайтын әлеуметтік желілерде өзбектерден жеңілмеген, ешқашан есе жібермеген деген сияқты. Оның құпиясы неде? Өзінің еңбекқорлығы, кейін Өзбекстанға көп шығатын едік жарысқа ше. Әндіжанға, Ташкентке, Шыршыққа көп жарысқа баратын едік. Көп өзбек боксерлермен жұдырықтасқан Санжар. Соныкі бұл шығар. Көмегі бар ондайдың, иә? Көмегі бар. Кезінде Өзбекстан құрамасы бізге көп келетін еді ғой. Толқын Қылышев үнемі айтып отырады. 2000 жылдары барлық жарыстарға қатысады біздің облыстардағы әртүрлі деңгейдегі. Қазір сіздер керісінше сол жаққа барып шеберлік шыңдап жатырық дейсіз ғой. Олар бізге көп келген бұрын Өзбекстан. Тағы да келеді енді, құдай қаласа. Балдар чемпионат мирда жақсы өнер көрсетсе, құдай қаласа, ересектер тағы келеді ғой. Бар ғой боксерларымыз бәрі. Әлем чемпионатын айтып қалдыңыз ғой. Былтыр Будвада Санжар топ жарды, дүниежүзілік тода. Алтын жүлде жеңіп алды. Одан кейін мен білуімше сіздерге еңбек сіңірген жаттықтырушы деген атақ беру керек еді ғой. Неге оны, мысалы бізде бірнеше бапкер бар, алынбаған. Мен түсінбедім, талап өзгерді ме, заң өзгерді ме, не болып кетті? Иә, соны бұрын алып жүрген оны. Молодежь чемпион мералары бұрын беріп жүрген. 2022-ден оны алып тастаған екен да. Министр бұлан қабылдады ғой, мирдан кейін шақырды ғой бәрін. Сол кезде уәде берген тренерлерге, 4 чемпионның тренерге, 2 қыздың тренерге береміз деп уәде берген, құдай қаласа болып қалатын шығар деп үміт қылып жүрміз соны. Негізі қалай ойлайсыз? Жастар арасында әлем чемпионы дайындағандарға қазір алып тастап жатыр сонда, бертін келе. Қоспай жатыр ғой. Ол оңай емес шығар, әлем чемпионы дайындау, жас болсын, жасөспірім болсын. Ішінде жүрсіз ғой, қалай деймін? Енді молодежкада тренерлер біздің соғып, мақсатымыз заслуженный алу, чемпион шығару. Бұрын алып жүрген соларға бізге де берсе деп үміт қылып жүрміз. Сіздерге мотивация болды екен? Мотивация болады ғой. 4 тренер бар, алатын балалардың 2 қызынікі бар. Күтіп жүр ғой бәрі. Үміттеніп жүресіздер. Бәрі үміттеніп жүр. Министрден уәде бергенде соның
үміттеніп жүр бәрі Құдай қаласа. Жақсы. Бір кездер енді анау Төрехан Сабырхан Атырауға ауысқысы келді, алып қашпа әңгіме көбейді, кейін енді қалды осы Шымкент қаласының атынан шығып жүр. Санжар да Шымкент қаласының атынан шығады ғой. Сіздерде ешқандай проблема болған жоқ па? Осы жергілікті әкімдік тарапынан, спорт басқармасы тарапынан қолдау жетіспей, бір кедергілерге тап болған жағдайлар болды ма деймін ғой? Жоқ, бізді әкім қолдап жатыр өзімізді. Әкім келгенден бері қолдайды спортсмендердің бәрін. Чемпионат берді келгенде де өз қабылдап, қандай несі бар, бізге айтыңыздар деп. Управление жағынан да бірде-бір зубырларын қалдырмайды. Барамыз, шешіп береді тірліктеріміздің бәрін. Қосымша табыс іздеп, қосымша жұмыс деген кездеріңіз болған жоқ па? Енді отбасыңыз бар, жеке өміріңіз бар, оңай емес қой негізі енді бапкерлердің тіршілігі. Жоқ, ондай болған жоқ, бәрі шүкір қылып қанағат етіп жүрміз. Оны сұрап отқан себебім енді Астанадағы Бақберген Алиасқаровтың бапкерінен жаздым. Жаңағы бір кезде таксист те боламын дейді, бір кезде басқа жұмыстар істеймін дейді. Сөйтіп қазір боксқа тұрақтапты енді. Бертін келе қолдау жақсарған. Сол сияқты кеше Таиландта естіп жатырмын, кейбір адамдар несие алып келеді екен амалдың жоқтығынан. Кейбір жаңа басқарма басшылары әкімдік қолдамағандықтан несие рәсімдейді, немесе бір қарызға ақша алып, сөйтіп балалардың артынан келуге мәжбүр. Ондай жағдайларды білесіз бе, көрушісіз бе деймін ғой? Сондайларда болды дейді, басқа облыстардан тренерлер айтты, оны кредит алып келдік деп. Бізге бәрі берді бәріне. 3 тренер бардық, 3 баламен бардық, бізге берді. Управлениеден бөліп бәрімізге берді, жақсы. Жарыс болсын, жаттығу болсын қолдайды, иә? Қолдайды, иә. Я бұны айтып отқан себебім маңызды нәрсе, өйткені Қазақстанның 20 облыс болса, бізде 20 мемлекет бар сияқты ғой, әр әкімдік өз шешімін қабылдайды. Нөмір бірінші спорт деп атамыз, боксымыз, және басымдық берілетін спорттар бар, бокс, күрес, дзюдо деген сияқты. Сол қаржыландыру жағынан кедергілер болып жатады. Мысалы, осы Ливерпульдің алдында Қайрат Сәтжанов 4 команданы жинағысы келді, 1, 2, 3, 4-ші нөмірлі балаларды. 1 мен 2-ні мемлекет қаржыландырады, мен білуімше, 3 пен 4-ті облыс әкімдіктер жіберу керек еді балаларға қолдау, ол жаңа спарринг, қарсылас. Және мысалы Санжар Әлінің өздері де не ғой, шеберлік шыңдайды, тәжірибе жинайды, үлкен аға буымен қарсылас болып. Айтпағым бірдей болғаны дұрыс, және әкімдіктер ескереді деп ойлаймын. Алдағы уақытта біз әр әкімдіктің мәселесін, әр облыстың мәселесін жеке-жеке көтеріп, беттеріне басқымыз келеді. Бүкіл ел білу керек енді, өйткені облыстық спорт басқармаларына миллиардтаған ақша бөлініп жатыр. Егер осы өзіміздің қолымыздан келетін тұрақты нәтиже беріп тұрған бағыттарға жұмсай алмасақ, онда енді жұмыстың тиімсіздігі, жүйесіздігі болып есептеледі. Ең ауыр жекпе-жек қандай болды осы кәсіпқой мансабында? Ең ауыр жекпе-жек айтатын болсақ, әлем чемпионатында Кубинский боксер. Сол есіме түсіп жатыр. Боксасын. Ол жартылай финалда еді, және. Жартылай финалға шығатын жекпе-жек қой? Ширек финалда. Ширек финалда. Бірінші раунд ұрып аламын, 5-0 есебімен. Екінші раундты білемін, сәл расслабиться етіп қалдым ба, или өзім түсінбей қалдым негізі. Жақсы істеп шыққан сияқты болдым. Екінші раунд 4-1 аяққа кетіп қалады Куба боксшысына. И бәрі ойлайды, уже сынып қалды мына бала деп ше. И үшінші раунд өзім қолыма алам, ағайлар мотивация береді үшінші раундта. Давай істеу керек, өзің қолыңда бәрі деп. И сол кезде істеп шықтым полный, 5-0 есебімен ұтып кеттім үшінші раундта тоже. Ең басты қарсылас сол болды ғой. Ең көп олар сол жекпе-жек тұрған шығар мен. Мақсат Бақтыбазаров болды ғой өзде. Жаңа екі ағайды айттық та, Мақсат еңбегін айтпаппыз, үнемі назардан тыс қалады негізі. Ол кісі қалай жалпы? Мақсат ағайдың өзінің несі бар, тренировка жасайтын тактикалары бар, школа бокса деп айтады ғой. Мақсат ағай да жақсы, көп нәрсе үйретті бізге. Әлем чемпионатын дайындады. Қатты андай бірге күйіп жанып жүреді. Бір күн айтады ғой Будвада, енді Төрехан шақырып алдым дейді, ана өзбек қазақ қатты не болып жатыр да. Төрехан өзің сөйлесші деп. Балалармен жақынсың ғой сен, енді күйіп кеткен ғой ше. Ол болды ма сода? Капитан болды ғой енді ол кезде? Капитан болды. Біз балдармен әңгімелесеміз, комната жиналамыз, давай жігіттер, енді бір-бірімізге мотивация береміз, бәріміз ше. Давай ұту керек, командамыз деп ше. Команда бірінші орын алу керек, көк туымызды биікке көтеру керек деген әңгімелер болады. Бүкіл жарыста ма? Бүкіл жарыста. Мақсат ағай ма тақияны әкелген осы ұлттық құрамаға, әлде оның алдында да болды ма? Мен үнемі сол жастар құрамасы бізде тақия киіп жүретін бар ғой, ағайлары да, балалар. Білмеймін, сондай бір уақыт болды, бәріміз тақия киіп шықтық неге? Негізі ол Қайрат ағайдың уже несінде басталды, бас бапкер болған кезде, молодежканың. Сол кезде басталды тақия киіп шығу деген. Бәріміз ауызбіршілік дейді ғой, бәріміз киіп жүретін болдық.
Ол да біріктіретін күш па негізі? Иә, біріктіретін күш қой, по-любому. Әсіресе шетелдерде жүргенде әсер етеді дейсің Шетелдерде ғой? иә, әсер етеді, по-любому. Кәсіпқой боксқа икемі келеді деп айтатындар көп шығар, өзіңе хабарласып ауысасың ба, ауыспайсың ба деген сияқты. Ондай сұрақты қарастырдыңыздар ма? Иә, енді кәсіпқой бокс пока планда жоқ бізде. Ең бастысы цель сол Олимпиада ойындары, әлем чемпионаты болып тұр. Мен сұрап отқан себебім ана Таиландта финалда шыққан өзбек қарсыласың, Бибулдың спарринг қарсыласы болған екен, иә? Иә, Бибулдың спарринг қарсыласы әлі де. Енді олын мен жекпе-жектен кейін білдім. Бибулдың спарринг партнері екенін. Ол факт саған әсер етпеді ме? Жаңағыдай кейін білгесін бе? Дейін білсең әсер етуі мүмкін бе еді? Жоқ, сол бірден астыра ғой бәріне. Әсер етпейтін еді, білсем де одан алдын. Үйге келіп, қарап қалсам, Бибулмен тұр, спарринг жасайды екен, оказывается, Бибулмен қарап қоям. Енді андай болды ғой. Уверен, сәл көтерілді ғой менде ше тағы. Болады екен ғой істеуге бәрімен деп ше. Ұнамайтын жаттығулар бар ма? Сборларда бір жаттығы бар негізі. Қиын да, 800 метр жүгіру деген. 800 деген алыс емес қой, аз қатты. Алыс емес дегенде ол... Биікке жүгіру керек па? Биікке 5 рет жүгіресің ғой. Бақтағайдың сборында жасадық оны. Аптада бір 4 ретте жүгірдік қой. Ешкімге ұнамайтын жаттығы ол ше негізі. Бірақ уже біз үйреніп қалдық оған. Көмегі бар, кейін? Иә, көмегі бар ол. Выносливостьқа өте әсері болады. Сол, мен 3-ші раундта да шаршамайтын болғанбыз ғой біз ше. Содан басқа? Соның несі ғой. Шектеу көп па? Және қиын ба? Қыдырмайсың, уақытында ұйықтау керек, тамақ ішпейсің, жаңағы енді кола ішпейсің. Шектеулер бар ғой сондай? Енді боксты таңдағаннан кейін уже біз оған үйрендік. Енді қыдыру деген үй жақта болсам, енді аптада 1-2 рет ағаларыммен ары-бері шығамыз қыдыруға. Отбасыммен уақыт өткіземін. Достарыммен болады. Жоқ, атак үйреніп қалғанбыз ондайға. Постоянно сбордамыз. Осылай режим ұстап. Мысалы, қатарластарың қыдырып жүреді, қызықпайсың ба? Көресің әлеуметтік желіде. Оған мән бермеймін оған. Енді ойлаймын да, қазір қыдырып жүреді. Мен қазір істесем, мен Құдай қаласа кейін жемісін аламын ба? Кейін жемісін аламын, иә. Оны өзің түсіндің ба, әлде біреу айтты ма, осындай ақыл кеңес берді ме? Енді ағайлар айтады, үйдегілер айтады. Өзім де түсіндім оны. Шыдайсың, потом уже жақсы болып кетеді бәрі деп ше. Жемісін жейсің. Сосын, жаңа ағайдан да сұрап отырмын ғой. Талант па, еңбек па? Өзің жағдайында. Айтады ғой, талант 1%, қалған 99% еңбек дейді ғой. Сондай ғой, негіз. Сосын көп жұмыс жасауға тырысам дейсің ғой? Көп жұмыс жасауға тырысам, иә, обязательно. Мінез ше? Енді, иә, мінез де керек, мінез болу керек. Еңбектің артынан шығатын нәрсе ғой бәрі. На характере деген сөз бар ғой? Ондай бола ма? Мінезбен ғана алып шығатын кездер, жаңа күш бітіп, әлсіреген кезде? Болады. Күш біткен кезде уже характер басталады ғой. Болады сол характермен ұтып кететін бойлар, сол көп болды негізі. Сол Кубинспен бокстасқанда, сол 3-ші раунд на характере алып несеп кеттім, бойды алып кеттім. Енді Азияда осы финалда да тоже бәрін сап кеттім да, характерді қостым и бәрін қостым ғой, короче, сол финал жекпе-жекте 3-ші раунд. Санжар, үлкен рахмет, уақыт бөліп, сіздерде жалпы бір жылда неше күн үйде боласыңыз? Көбіне жаттығумен жарыстарда жүресіздер ғой? Иә, жарыстан кейін үйде максимум 5 күндей болам. Қайттан сборға кетем, сбор болады. Сбордан сборға барамыз. Үйде может 2 күн болам. Ары кетсе 1 апта болам үйде, осылай. Соның арасында міне сәті түсіп сұхбат алып жатырық. Көпшіліктің көкейінде жүрген сұрақтар бар, енді біразын қойдым, және тиісті жауабын алдым деп ойлаймын. Осы Таиландтағы Азия чемпионаты бар, оның алдында да біраз жарқылдап жүрдің ғой, сол кезде енді көпшілік мына сұрақты қойсам, мынау былай екен деп жатыр. Соларды жинақтап енді бүгін өзіңе жеткізіп жатырмын. Рахмет уақыт бөлгеніңе, және жаттығудың барысында демалыс болса да кездескеніме қуаныштымын. Залды көрдім, Санжардың шыққан жері осындай жер. Бұйырса енді тарихта қалу керек қой осы жерлер. Және алдағы үлкен жарыстар бар. Бұл енді үлкен көштің басы ғана шығар. Оның өзінде терең ойлайтын жігітсің ғой. Ересектер арасында әлем чемпионаты бар, олимпиада бар. Соған дейін тоқтамайды. Осы қарқынды жоғалтпайды деген үміттеміз. Тек қана сәттілік. Рахмет үлкен. Рахмет аға.